Ассалаумалейкум мұсылман бауырлар. Алланың қалауымен 2023 жылдың 19 маусымында қасиетті Зүлхиджа айы басталады. Бұл ай 4 құрметті айдың бірі болып саналады. Тәубе сүресінің 36 аятында расында Алланың қасында көктер мен жерді жаратқалы Алланың кітабындағы айлардың саны 12. Бұлардан 4-еуі құрметті айлар. Соның бірі міне Зүлхиджа айы кірмек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы Зүлхиджа айының алғашқы 10 күнін ең керемет күндер деп куәлік еткен болатын. Енді мен сіздермен Зүлхиджа айының құндылығын көрсететін хадистермен бөлісе кетейін. Зүлхиджаның алғашқы 10 күнінде жасалған әрбір ғибадатқа 700 есе артық сауап жазылады. Зүлхиджаның алғашқы күндерінде тұтылған ораза 1 жыл ораза тұтуға, бір түнін ғибадатпен өткізу қадір түнін ғибадатпен өткізгенмен тең. Зүлхиджа айының алғашқы 10 күнінің құндылығы 1000 күнге тең. Арапа күні болса 10.000 күнге тең. Тағы бір хадисте тәрвия күні, яғни арафадан бір күн бұрын ораза тұтып және күнә сөз сөйлемеген мұсылманды Аллах тағала жұмаққа жібереді делінген болатын. Олай болса, құрметті оқырмандарым, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынандай хадис айтқан болатын. Зүлхиджа айының 10 күнінің игілігі мен берекесінен мақрұм қалған адамға обал болсын деген екен. Сондықтан да алғашқы 10 күндігінде не істеуіміз керек, соған тоқтала кетейік. Хадистерде келтірілгендей субханаллахты, әлхамдулилланы, ла илаха иллалланы және де Аллаху акбарды көбірек зікір еткен дұрыс екен. Сонымен қатар мынандай амалдарды жасауды біздің ғалымдарымыз айтады. Алғашқысы, шамаңыз келіп тұрса, алғашқы 10 күнінде ораза ұстау. Пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, әйелі Хафса, Алла оған разы болсын, былай деп хадис жеткізген екен. Пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, 4 нәрсені тастамайтын: Ашура күнгі оразаны, Зүлхиджа айының 10 күніндегі оразаны, ай сайын 3 күн оразаны және таң намазының алдыңғы 2 ракағатты. Сонымен қатар, құрметті оқырмандар, әсіресе 9-шы күні Арафа күні ораза ұстауға тырысыңыз. Себебі Арафа күні ұсталатын ораза жайында Алла елшісінен оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын сұрағанда былай жауап берген: сол күнгі ораза өткен жылғы және келер жылғы күнәлардың өтемі болады. Келесі амал көп дұға ету. Өзіңіз үшін, достарыңыз үшін, ата-анаңыз, бүкіл үммет үшін көбірек дұға етіңіз. Келесі көп салауат айту. Қиямет күні ең жақсыларың маған көп салауат айтқандарың деген хадис бар. Келесі бір амалдар, ол өзіңіздің шамаңызға қарай нәпіл намаздарды, сүннет амалдарды орындау және көбірек тәубе етуді де ұмытпаңыздар. Жоғарыда айтып кеткен зікірлер түрлерінде орындай жүріңіздер. Алла тағала сізбен біздің ізгі амалдарымызды қабыл етсін, ниеттерімізге жеткізсін. Егер де сізге бүгінгі видео пайдалы болған болса, лайк басып, комментарийға өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше, ассалауму алейкум.